Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы қандай күшті әдемі, тамаша болып тұр. Мінекей, оң бет осындай болса, теріс беті мінекей осындай. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті әдемі, тамаша. Бұл узорды да кардиганға керемет болып келеді. Қандай тамаша, иә? Ал енді уақыт алмай осы узорды бүгін бастап көрейік. Мен мына ақ жіппен тоққасын, ақ жібім менікі негізі жіңішкелеу екен. Енді жіптің басқа түсінен тоқып көрейін деп сәл жуандау жіп алдым. Мен мына жерде 19 көз алдым да, сосын мына теріс жағынан барлық көзді терісіне тоқып шықтым. Ал бисмилла деп бастайық. Енді қазір біз бастапқы 4 қатар, 2 теріс, 3 оң қылып тоқитын боламыз. Бисмилла. Ал кеттік. 2 теріс, 3 оң. 1, 2, 3. Екі теріс, 3 оң. 1, 2, 3. 2 теріс, 3 оң. 2 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарында барлық суретті негізі барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Ол 4 қатар негізі біздің узорымыздың бастапқы қатары болып есептелінеді. Мінекей, осымен екінші қатарда аяқталды. Үшінші қатар. Үшінші қатарына дәл солай сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың үшінші қатарда аяқталды. Бұның бәрі қазір біз ұзын көз тоқимыз, сол үшін керек. Көрдіңіздер ғой, мына бастапқы мінекей. Біз мына қатарда осы жерді тоқып келе жатырмыз. Мінекей. Ал негізгі узор мына жерден басталады. Мінекей. Қазір 4-ші қатардан кейін. 4-ші қатар, ең соңғы қатар. Бұл қатарда да сурет бойынша барлық узорды оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, осымен біздің узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Ал енді негізгі узорымызды бастайық. Бірінші қатары. Қараңыздар, енді 2 теріс. Енді қараңыздар. Мына жерде 3 оң бар, Мына ортасындағы оң көздің
1 2 3 мынау үшінші көзіне келіп осы жерден біз мынандай ұзындау қылып біз бір жіп шығарып аламыз. Мінекей кеңдеу болсын, ұзындау болсын, сосын 3 оңды оқимыз. 1 2 3. Мынау жаңағы мына жердегі көзден тағы да бір мына жіпті біз мынандай бір көз тағы да шығарып аламыз. Мінекей көрдіңіздер ғой? Мінекей міне бесеу болды сонымен. 2 теріс. Келесінде сондай. Мынау екінші көздің мінекей 1 2 3. Мынау үшінші көзге келіп, мінекей ұзын көз шығарып аламыз. Міне сөйтеміз, 3 оңды оқимыз. 1 2 3. Тағы бір жіп осы жерге барамыз да, тағы бір көз шығарып аламыз. Мінекей ұзындау қылып. 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейін. Мынау екінші көзде 1 2 3. Үшінші көзде осылайынан жіп шығарып аламыз. Ұзын қылып. 3 оң 2 3. Және де тағы да осы жерге барып, мына жақтан қазір тағы да бір көз шығарып аламыз. Ұзындау қылып. Мінекей 2 теріс. Осымен негізгі узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Үшінші қатар, кешіріңіздер, екінші қатар. 2 оң. Мынау жаңағы ұзын көзіміз ғой бізде. Бұны біз тоқымай оң білтекешке ауыстырып жібереміз. Сөйтеміз, мына жерде 1 теріс, 2 теріс, 3 теріс тоқимыз. Мына жіп жаңағы біздің ұзын көз болатын. Бұны біз тоқымай тағы да оң білтекешке ауыстырып жібереміз. 2 оң. Мына жіпті біз тоқымай өтеміз. Мына көзі 3 теріс, 1 2 3. Мынау шеткі көзі біз тоқымай өтеміз. 2 оң. Мына көзі тоқымай өтеміз. 3 теріс, 1 2 3. Мына соңғы көзді біз тоқымай өтеміз. 2 оң. Сонымен узорымыздың екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар 2 теріс. Енді қараңыздар. Мынау жаңа ұзын көз, мынау ортасындағы 3 оң. Енді қараңыздар. Мінекей, мынаны бұлай оңға қарай ауыстырып жібереміз да. Мынау бірінші оң көзбен екеуін бірге тоқып қысқартып жібереміз. 1 оң. Тағы да мынау шеткі оңмен мынау ұзын көзді екеуін біріктіріп екеуін қысқартып жібереміз. Мінекей. Сөйтеміз, тағы да 2 теріс. Мына жіпті оңға қарай шамалы ауыстырып жібереміз да. Мынау бірінші оң көзбен екеуін біріктіріп екеуін тоқып жібереміз, қысқартып. 1 оң. Тағы да мына екеуін қысқартып жібереміз. Мінекей. Узорымыз әдемі болып шығып келе жатыр. 2 теріс. Және тағы бір көрсетіп жіберейін. Солдан оңға қарай былай ауыстырып жібереміз. Мынау екеуін біріктіріп қысқартып жібереміз. 1 оң. Мына соңғы 2 көзді екеуін біріктіріп екеуін қысқартамыз. 2 теріс. Мінекей. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. Төртінші қатарда сурет бойынша барлық оңды оң,
терісі теріс қылып тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой, қандай қызық узор, өзі бір керемет. Тамаша. Мінекей, осымен узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Керемет, Ал енді әрі қарай жалғастырайық. 5-ші қатар. Бірінші жіптеліп аламыз. 2 теріс. Енді қараңыздар. Мынау екінші ортасындағы жіпті, қараңыздар, мына арасын шамаплай ашамыз. Сөйтіп, мынау 1, 2, 3, үшінші көзге келіп, тағы да осының арасынан, мінекей. Мына жіпті шығарып аламыз, мінекей. Ұзын қылып, көрдіңіздер ғой, Енді 3, 10. Сөйтеміз, тағы да жаңағы жерден тағы бір жіп шығарып аламыз, мінекей. Ұзындау қылып, кеңдеу қылып шамалы. Мінекей. 2 теріс. Тағы да қайталап жүрейік. 1, 2, 3. Үшінші көзден осындай ұзын көз шығардық. 3, 10. 1, 2, 3. Мына жақтан тағы да бір ұзын көз шығарамыз. Мінекей. 2 теріс. Тағы бір көрсетіп жіберейін. 1, 2, 3. Үшінші көзден тағы да бір көз шығардық. 3, 10. Және де тағы бір көз төменнен тағы бір көз шығарып аламыз. 2 теріс. Осымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 2, 10. Мына бірінші жаңа ұзын көз қой. Бұны тоқымай оң білдегешке ауыстырып жібереміз. Сөйтеміз, 3 теріс. Мына жіпті тағы да тоқымай өтеміз, өткен бұл ұзын жіп. 2, 10. Бірінші көзді біз тоқымай өтеміз. 3 теріс. 1, 2, 3. Ұзын көзді тоқымай өтеміз. 2, 10. Ұзын көзді тоқымай өтеміз. 3 теріс. Мына ұзын көзді тоқымай өтеміз. 2, 10. Сонымен узорымыздың 6-ші қатары аяқталды. 7-ші қатар. 2 теріс. Ал енді мына жерде қараңыздар. Мына жерде енді 5 болып тұр, Бесеуді қазір 3 қыламыз. Мынау ұзын көзді солдан оңға қарай ауыстырып жібереміз. Мынау бірінші, мынау оң көзді екеуін біріктіріп бүйтіп қысқартып жібереміз. Бір оң, мына екі көзді екеуін біріктіріп қысқартып жібереміз. 2 теріс. Тағы бір көріп жіберейік. Солдан оң қарай ауыстырып жібереміз орнынан. Мына екеуін қысқартып жібереміз. Бір оң, мына екі көзді екеуін қысқартамыз. 2 теріс. Мынаны ауыстырып жібереміз, екеуін қысқартып жібереміз. Бір оң, мына екі көзді екеуін қысқартып жібереміз. 2 теріс. Осымен узорымыздың 7-ші қатары аяқталды. 8-ші қатар. 2 оң,
үш теріс осылайынан сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, осымен 8-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Қараңыздар, шыққандай күшті әдемі болды, иә? Негізі жуан жіппенде де әдемі болады екен. Тамаша, иә? Енді осылай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер. Енді қазір тағы да мына ортасына келген кезде, мынау екінші көзге келген кезде 1, 2, 3 деп үшінші көзден жіп шалып, өйтіп шығарасыздар да, дәл осы узоры шыға береді. Түсінікті ғой, иә? Мінекей. Тамаша, иә? Керемет. Мінекей. Жіңішке жіппенден де әдемі болып, кішкентай болса да әдемі болады екен. Жуан жіппен болса да жуандау болады, сонда да бірақ әдемі болады екен. Көресіздер енді қайсымен тоқимын десеңіздер де, жуанмен ба, жіңішке жіппен ба, ол өз еріктеріңіз. Керемет, иә? Тамаша. Ал сонымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Тамаша, иә? Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.